Сәлем қыздар, трапеция юбка тігу сабағына қош келдіңіздер. Яғни алдымен алдыңғы артқы бой көрсетіп жіберейін қандай детальдар бар екенін. Алдыңғы бойдан 2 деталь, артқы бойдан 1 деталь изгибқа пішіледі. Алдыңғы сабақта көрсетілген болатын, және де беліне белдік аламыз. Қандай сабақта деп түсінбей жатқан болсаңыздар, бұл негізі ақылы түрде курс сабақтарынан бір үзінді сабақ, тігілу жолын салып отырмын. Төменде көрсетілген Instagram парақшама жазып, немесе комментарийге номеріңізді тастау арқылы менен сабақты ала аласыздар. Ол жерде бірнеше юбканың түрі, модельдеуі көрсетілген. Ал енді тігуге кірісейік. Артқы бойды оң бетіне қаратып қойып алып, жан тігістерін бір-біріне қосып тігіп шығамыз. Енді осы жерде тігісіміз әдемі сәнді көрініп тұру үшін осындай бейканың көмегімен жаңағы тігіп шыққан тігісті өңдейтін боламыз. Ол үшін бейкамызды касай бейка деп аталады, магазинде сатылады. Метрін мен 50 теңгеден алдым. Мүмкін одан да арзан болуы мүмкін. Осылай екі бүктеп бір-біріне қайырып тігіп аламыз да, осылайша осы аралыққа тігісімізді кіргізіп отырып, дәл осылай екі жағынан қоршай отырып 0,1-0,2 см тігіспен жақсылап соңына дейін тігіп шығамыз. Осылай люксовый обработка жасайтын боламыз. Немесе оверлоктарыңыз болса, оверлоктап қойсаңызда, немесе тіпті өңдемей қойсаңыздар да болады. Себебі мата ондай сөгіліп сетінетін мата емес. Енді барлық тігістерін өңдеп алдық. Алдыңғы бойындағы мынау кнопка тұратын жерінде дәл осылай касай бейкамен өңдеп алдық. Бұл аралық бір-біріне осылайша беттесіп жабылатын болады. Ол үшін етегін бірінші 2,5 см қайырдым. Мен 2,5 см қайырып, оның үстінен дәл осылайша кнопка тұратын аралығыңызды, ол сізге матаны пішкен кезде айтылған болатын, сол аралыққа дәл осылай тағы бір бүктеп қайырып, енді түзу тігіспен кнопкаға қалдырған аралығыңызды тігіп шығатын боласыздар. Яғни содан кейін оны тігіп болғаннан кейін етегінде бір жола қайырып кете берсеңіздер болады. Одан кейін тек қана белін өңдеп кнопкасын тағу ғана қалады. Ал енді түймелік тұратын аралықты, яғни кнопка тұратын аралықты тігіп болғаннан кейін етегін тігуге кірістім. Қайырып, осы жерде мен сіздерге бір лайфхак көрсете кетейін. Егерде сіздерде де мен сияқты эко-кожаны тігуге арналған арнайы лапка, яғни тефлоновая лапка болмаса, онда әдеттегі лапканы осылайша кез келген кремнің көмегімен жаға отырып тіксеңіздер болады. Сол кезде сіздердің лапкаларыңызда жақсы сырғанап, тігістеріңіздің барлығы әдемі шығатын болады. Ал сіз эко-кожаны тігуде қандай әдіс қолданатындарыңызды комментарийге жаза кетсеңіздер, алғысым шексіз. Ал енді мені қараймыз, етегін барлығын қайырдық, түймелік тұратын жерін барлығын тігіп қойдық, артық жіптерінің барлығын артынан қиып алып тастайтын боламыз. Енді белдігін беліне өңдеуге кірісетін боламыз. Ол үшін бізге бағанағы қиып дайындап қойған белбеуіміз қажет болады. Соның бір жақ шетін мен бейкамен өңдеп қойдым. Енді белдіктің оң жақ бетін юбкамыздың оң жақ бетіне дәлме-дәл келтіре отырып, тігіске міндетті түрде 1 см жанынан қалдырып кетуіміз керек, себебі оны екі жағына белдікті бір-біріне тіккен кезде қажет болады. Қалған жерлерінің барлығын жалғап белдігін тігіп аламыз. Мінекей тігіп болдық. Тігіс еніне қалдырған 1 см бере отырып тігіп шықтық. Енді белдігімізді оң бетіне қарата отырып өз-өзіне тігіп шығамыз. Екінші жағынан да дәл жаңағыдай 1 см қалдырып кеткен болатынбыз. Сол аралықты тігіп шыққаннан кейін белдігімізді оң қаратып аударатын боламыз. Мінекей белдігімізді тігіп алдық. Енді артық жіптердің барлығын қиып тастаймыз және бұрыштардың барлығын тігіске жеткізбей, 1-2 мм жеткізбей, осылайша қиып алып тастағаннан кейін белдігімізді оң бетіне аударамыз. Дәл осылай шығу керек. Енді ішкі тігістердің барлығын қарап, артық кішкене қалыңдық беріп тұрған жерлерінің барлығын қиып алып тастағаннан кейін барлық тігісті белдіктің ішіне қарай кіргізе отырып, дәл осылайша тігісті көрсетпестен жасырып, сыртынан мына белдік пен юбканың тіккен осы тігісінің ортасынан, дәлме-дәл ортасынан ішкі белдікті, яғни қосып тігіп шығатын боламыз.
топ-тура мына тігістің ортасынан дәлдеп тігуді ұмытпаңыздар. Сол кезде біздің юбкамыздың ішкі көрінісі дәл осындай болады, ешқандай тігісі сыртқа көрініп тұрмайды. Яғни екінші жағынан да дәл солай артық жіптерінің барлығын қиып, оң бетінен аударып, прям до конца тігіп шығамыз. Әрине, қандай матадан тіксеңіз де әрбір тігісті міндетті түрде тігіп болғаннан кейін үтіктеп отыруды ұмытпаңыздар. Яғни алдыңғы бой мен артқы бойды қосып тіккен кезде тігістің барлығы артқы жақ бойға қарай үтіктеледі. Енді мінекей дәл осылай мен сіздерге көрсетіп отырғандай топ-тура мына ортасынан белдік пен юбканың тіккен тігісінің ортасынан мен кремдеп жатырмын, себебі мен айтып кеттім, жаңа экокожаны тіккен кезде лапкам жүрмей қалатын болғандықтан осы әдісті қолданып жатырмын. Дәл осылайынан тігіп шығатын боласыздар. Тігу барысында өте мұқият болыңыздар. Дәлме-дәл келтіре отырып, дәл осылай тігіп шықсаңыз, сіздің юбкаңыз дайын болды. Енді тек қана кнопкаларын қойып шығу ғана қалды. Мен кнопкалардың арасын 9 сантиметрден етіп алып жатырмын. Дәлме-дәл ортасын тауып, дәл осылайша кнопкаларын қойып шығамын. Әр кнопканың арасын айтып кеткендей 9 сантиметр етіп жатырмын. 8 сантиметр етсеңіздер де болады. Енді ол сіздердің қалауыңызға байланысты. Егер де пресс аппаратыңыз жоқ болса, онда сіз кнопканың орнына түйме тақсаңыздар да болады. Экокожаның орнына қалаған өзіңізге керекті матаны қолдансаңыздар да болады. Енді бұл жерде тек қана экокожадан ғана тігіңдер деген сөз міндетті емес. Мінекей менің қолданған пресс аппаратым TR2 немесе дәл осындай түймелікке арналған лапканың көмегімен түйме салып шықсаңыздар да болады. Осымен біздің юбкамыз толықтай дайын болды. Кнопканы дәл түбіне дейін салған жоқпын, міндетті түрде орын қалу керек, дәл осылай астыңғы жағынан. Осымен юбкамыз дайын. Видеоның соңына дейін қарап, менімен болғандарыңыз үшін көптен көп рахмет. Келесі видеоларда кездескенше лайк басып, комментарий жазып, арнама тіркеліп қоюды ұмытпаңыз. Сау болыңыз.